Егер телефондарыңыз Xiaomi Redmi болатын болса, және ол қатып, тормоз етіп жұмыс жасап жатқан болса, онда жынданып телефонды ары-бері лақтырудың қажеті жоқ. Оның оңай шешімі. Настройки бөліміне кіресіздер, а телефоне деген жазудың үстінен басып, версия MIUI деген жазудың үстінен 5 рет бассаңыздар, вы стали разработчиком деп, сіз разработчик болдыңыз деген жазу шығады. Осы жерден настройкиге қайтып, астына түскен соң, расширенный настройки деген жазудың үстіне кіресіздер. Осы жерден астына түссеңіздер, для разработчиков деген пункт бар, соған кіресіздер. Осы жерден астына қаратай түссеңіздер, осы жерден буфер журналы деген жазуды басып, 16 мегабайтқа қойып қоясыздар. Сол кезде телефондарыңыз жақсы жұмыс жасай бастайды. Және айта кететін жағдай, осыдан сәл астына түссеңіздер, трассировка системы деген шығады. Осыны басып, категория дегенге кіресіздер. Осы жерден мән беріңіздер, барлық галочкалар өшік болу керек. Тек қана Power Management-тің тұсындағы галочка қосылып тұрады. Видео ұнаса лайк басыңыздар.